6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бала Абу Насыр кішкентайынан әкесі Мұхаммад сияқты батыр болуды армандап, ұшқынын соғыс алаңынан табармын деп әкесіне еріп майдан шебіне барады. Десе де ұрыс алаңы ол ойлағандай емес, өте қатыгез әрі бақытсыздық алаң екенін ұғады. Кейіннен Абыз ақсақалды жолықтырып, ол Абу Насырды ғажап мекенмен таныстырады. Бұл кітапхана еді. Сол жерден бала Абу Насыр өз ұшқынын табады. Ал әлгі Абыз ақсақал ғылым мен білім жолына түскін келсе мені тауып ал деген хатын қалдырып өзі ғайып болады. Кейіннен бала Абу Насыр ғалым ақсақалды іздеп ұзақ сапарға шығады. Алдымен Самарқанға ат басын бұрады. Сол мекенде ол қиындықтарға тап болып, дегенмен өзінің алғырлығы мен ізденпаздығының арқасында бар қиындыққа төтеп беріп, Самарқан патшасының алдында абыройға кенеледі. Сөйтіп ғылым мен білім жолына деген сапарын жалғастырады. Бірнеше жыл жол жүріп, ол Бұқара, Рей, Мерв қалаларына барып білімін шыңдап, 70-ке жуық тіл мен түрлі ғылымдарды үйреніп, ақыл тоқтатқан шағында әлемнің ғылыми орталығына айналған әйгілі Бағдат шаһарына келеді. Сол мекеннен ол жаңа ұстаз табады. Бұл Әбу Бишр Матта атты философ еді. Әбу Насыр Бағдат қаласында жүріп түрлі еңбектер жасайды. Жолын даналық үйінен бастап, сол даналық үйінің ғалымдарында таңғалдыра біледі. Берекесі кеткен ғалымдарды түрлі аспаптармен таныстырып, оларды бірлікке шақырады. Әбу Насырдың бұл тапқырлығы мен білімділігіне барлық ғалымдар таңырқайды. Ұшқыным, әлемнің болашағы мен ізгілігі үшін мен қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы атты еңбегімді бастадым. Сен маған демеу бол. Даналықтың шыңына сапар шеккен Әбу Насыр өзінің ең үлкен еңбегін бастайды. Кейіннен Әбу Насырдың сақалы ағарған шағында ол Дамаск қаласына ат басын бұрады. Бұл қалада да Әбу Насырдың ғылыми трактаттары кеңінен таралып, ел арасында танымал бола бастаған еді. Дамаскінің патшасы сарайға шақырса да, Әбу Насыр ғылыми еңбектерін жазу үшін бұл ұсыныстан бас тартып, алма бағына кеп, тыныштық пен табиғаттың құшағына бөленіп, қайырымды қала тұрғындары еңбегін жалғастырады. Ал ұшқыным, қайырымды қала тұрғындары атты еңбегім өз мәресіне жеткен сияқты. Бұл кітапты барлық әлем оқу тиіс. Және бүкіл дүйім жұртты бақытқа жетелеу керек. Өй! Өй! Ұшқыным қайдасың? Ұшқыным, жетер жерме жеткіздің. Демеу болдың, дос болдың. Алғыстан басқа айтарым жоқ. Жарты ғасыр іздеген абызым сен екенсің ғой. Сені тапқаныма шын жүрегіммен қуаныштымын.
Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде отырар аталатын Фараб қаласында дүниеге келді. Әбу Насыр бала күннен ғылымға үйір болып өсті. Сол заманда отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек тілдерін үйренеді. Осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада бастапқы білім алған соң Әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа аттанады. Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми бағдарлары да өз әсерін қалдырды. Бағдатта Әл-Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген құштарлығының арқасында Әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған Самарқан, Бұқара, Шаш, Мерв, Нишапур, Рей, Хамадан, Бағдат, Халеб, Дамаск қалаларында болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Әбу Насыр әл-Фараби осылайша философия, социология, математика, физика, астрономия, ботаника, лингвистика, логика, музыка ғылымдарын кеңінен меңгереді. Әбу Насыр әл-Фараби 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазды. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат деп аталады. Оның атақты музыка туралы үлкен трактат деген шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Әлемнің екінші ұстазы, ұлы ғалым Әл-Фараби 950 жылы Дамаск қаласында көз жұмады. Десе де Әбу Насыр әл-Фараби артында өшпес із қалдырып, әлемге ізгілік пен ғылымның ұшқынын сыйлап, ғалам мен өркениеттің дамуына орасан зор үлес қосты.